Ассалаумағалейкум ағайындар, құрметті көрермендер. Мен сіздерге мына бір тасты көрсетіп өтейін. Бұл Павлодар қаласынан келген тас. Бұл тасты қазір ішінде сарысы бар екеніне көз жеткізуіміз керек. Сондықтан бұл тасты қазір мен тексеріп көремін. Былай қарағанда мына таста сарысы көрініп тұр. Міне көлеңкеде көрінеді, сап-сары болып. Күнге сары болмайды алтын. Көрдіңіздер ме? Көлеңкеде сап-сары болып көрінеді мінекей. Бұл таста Тейлор деген металл бар. Ол алтынның бетін жауып тұрады. Сол үшін үш түйірін алып қазір күйдіреміз. Тейлор деген металл бөгет болады. Лайк басып жіберіңіздер. Тасты күйдірген соң басқа бөгет болатын металдар окиске айналады. Ол хлорированияға бөгет болмайды. Тасты қазір майдалаймын. Мінекей, үш түйір тасты майдалап болдым. Хлор кальциймен араластырып, қазір мына шыныға салып, күкірт қышқылмен ерітемін. Мынау күкірт қышқылы су араласқан электролит дейді. Кез келген дүкенде сатады мұны. Бетін жауып, бірнеше уақыт күтемін. Сіздер лайк басып қойыңыздар. Мінекей ағайындар, құрметті көрермендер, бірнеше уақыт тұрды, міне. Бұның түсінің өзі алтынға белгі беріп тұр. Қазір сүзгіден өткізіп алып, хлорды қалаймен тексеремін. Мінекей, кішкене сүзіліп болды. Осының өзі тексеруге жетеді. Хлорлы қалайы. Қазір мынау сұйықтық қарай көрік. Егер қарайып кетсе, онда ішінде алтыны бар, ағайындар. Мінекей, кереметі сұйықтық қарайып тұр, мінекей. Бұл тастың ішінде алтыны бар, мінекей ағайындар. Керемет. Мінекей, қап-қара болып тұр. Егер түсі қап-қара болса, міне алтынның белгісі, ағайындар. Лайк басып жүріңіздер. Мінекей, құрметті көрермендер, тағы бір бақылап көреміз. Тексеріп көрейік. Су қосып. Су қосам кішкене. Хлорлы қалайы. Мінекей, кереметі, мінекей.
алтыны бар бұл таста. Мінекей, тоннасына 10 граммнан бастап 30 граммға дейін алтын беріп қалатын белгі беріп тұр. Көрдіңіздер ме? Мінекей ағайындар. Қазір кішкене тұрсын, түбіне алтын тұнады, сосын көрсетермін. Мінекей 5-10 минуттай тұрды, түбіне алтын тұнды. Қазір көрсетемін. Кішкентай қоқым ғана, мінекей ағайындар. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет, міне қоқым ғана тұнған алтыны. Қандай керемет ағайындар. Егер де осы тастан маған бір қабын жіберсе, болашақта қанша алтын шығатынын ажыратып көрсетіп өтемін болашақта. Егер де егесі бір қабын жіберсе көрсетемін. Мінекей ағайындар, қандай керемет, Адамды бақыт қылатын осы сары металл ағайындар. Мінекей түбіне тұнған кішкене ғана. Ал құрметті көрермендер, мінекей осындай нәтиже шықты. Ал құрметті көрермендер, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.